Таразда тағы бір спорт нысаны салынуда. Ұлы дала шағын ауданда 1000 балаға арналған спорттық кешеннің құрылысы жүріп жатыр. Енді аудандағы жастар таэквондодан күреске дейінгі 10 түрлі спортпен айналыса алады. Бокс залы, гимнастика, воркаут, кіші футбол алаңы барлығы да осы ғимараттың ішінде, ал бұл ғимарат 2026 жылы қолданысқа берілмек. Тараз қаласында Ұлы дала ауданындағы дене сауықтыру кешені осы 25 жылы құрылысы басталды. Негізгі сметалық құны 1 миллиард 600 миллион теңге болып қалыптасқан. Бүгінгі таңда 25 жылға 600 миллион теңге бөлінді. Келесі жылға қалған 1 миллиард теңгесі қаралатын болады. Бүгінгі таңда құрылыс жұмыстары жүруде. Қазіргі таңда объектіде 20 адам жұмыс жасауда. Бірінші, екінші этаждарын фундамент құю басталу жұмыстары жүргізілуде.